Дастарханымыздың сәнін келтіретін осындай өте дәмді әрі керемет көрінетін салаттың бірін жасайық. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Барлығын описание бөлімінде жазып кетемін. Парақшам өте пайдалы, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Бізге керек зат куриная грудка, копченая. Оның бәрін төртбұрышты қылып тураймыз. Куриная грудканы копченый колбасамен, әлде піскен етпен алмастыруға болады. Пішінін өзгерте аласыздар. Ұзынша қылып, әлде майда төртбұрышты қылып турасаңыз болады. Консервированный ананасты төртбұрыштеп турайық. Қыздар, осы салаттың дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Жүзімді ортасынан бөліп, дәнектерін алып тастаймыз. Жуырда менің каналымда осы салатқа ұқсайтын тағы 2 түрлі рецепт шығады. Құрамы ұқсаса да дәмі өзгеше болып шығатын салаттарды 3 түрлі ғып жасай аласыздар өз әдемі дастарханыңызға. Енді барлығын бір ыдысқа салып, бәрін бір көлемінде қылсаңыз өте керемет болады, бір пропорциямен. Консервантталған жүгеріні қосамыз. Майда өткіштен сырымызды өткізіп, екі ас қасық майонезді қосамыз. Майонезді йогуртқа алмастыруға болады. Енді барлығын жақсылап араластырып алайық. Міне салатымыз дайын болды. Өте оңай әрі керемет дәмі. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Дастарханның сәнін келтіретін осындай өте әдемі әрі дәмі тіл үйретін салатты бірге жасайық. Бәрін турап, араластырып, салатымыз дайын болды. Көп уақытты керек етпейтін салаттың бірі. Дәмі зор болып шығады. Міндетті түрде парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Каналымда өте көп жақсы видеолар бар. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналында дамытайық. Дәстүрлі дастарханмен бірге болыңыздар. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін каналдың бірі. Сіздермен бірге болған Алия. Печенье тек қана осындай болу қажет. Аяз ата мен снежоктарды бірге жасайық. Балапандарыңызбен қосылып жасаған керемет болады. Сәлем достар. Жұмыртқаны сындырып, үстінен қант, ванилин, тұз қосып араластырамыз. Содан кейін сәл ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырайық. Қамырды 3 ыдысқа бөлдім. Біреуіне какао мен краситель қосатын болам қазір. Біреуін ұн қосып, жақсылап араластырам. 500 грамм ұнды осы бөлінген қамырларға бөліп салатын боламын. Ұнды көп салып жібермеңіз, қамырыңыз бірікпей қалады. Бір қамырымыз дайын, пакетикке салып, енді біреуіне қызыл краситель, екіншісіне какаоны қосамыз. Какаодан мен 2 шай қасық қостым.
Енді қалған ұнды екеуіне бөліп саламыз. Қамырымыз дайын болды. Ұн 2 шай қасықтай қалып қойды. Ол какаоның орнына біз қоспадық. Тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай доп-домалақ қып бөліктерге бөлеміз. Үстінен сізде бар стақан, әдемі ыдыс болса басып шығамыз. Осындай әп-әдемі форма береді. Қалған қамырдан осындай адам тәріздес кесіп алдық. Қызып тұрған пешке салып 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Өз пешіңізге қарап пісірсеңіз болады. Бұндай өте әдемі дизайны ерекше печеньяны сіздер де жасап жанұяңызды қуантыңыз. Ал үйдегі балапандарыңызға қатты ұнайтынына сенемін. Бірігіп жасаған печеньяның дәмі өте зор болады, әрі әдемі болады. Бұндай печеньялар өте қытырлақ болып келеді. Дастарханыңыздың сәнін келтіріп беретіні сөзсіз. Дәл осы рецептпен печеньяны жасайтын болсаңыз, комментарияда жазып, пікір қалдырсаңыз болады. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыз. Жаңа дәмді тағамдарды өткізіп алмас үшін. Сіздермен бірге болған Алия. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Осындай әдемі салат әр тойдың дастарханында тұру қажет. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Ең біріншіден тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Крабовый палочкиді төртпіштеп турайық. Содан кейін піскен жұмыртқаны алып, төртпіштеп тураймыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Тағы бұл салатқа піскен ет, немесе копченая грудка, әлде копченая колбаса қосып жіберсеңіз, нағыз ер азаматтар сүйсініп жейтін салаттың біріне айналады. Бір апельсинді алып, жақсылап жуып, сыртын тазалаймыз. Апельсиннің тек қана жұмсақ етінен ғана кесіп аламыз. Оны да ұзынша төртбұрышты қылып тураймыз. Енді барлығын бір ыдысқа біріктіретін боламыз. Үстінен жүгеріні қосамыз. Бір сарымсақты чеснокодавкадан қысып алсаңыз болады. Мен майда өткіштен өткіздім. Үстінен майонезді қосып жақсылап араластырамыз. Майонезді йогуртпен алмастыруға болады. Салатымыз дайын. Өте дәмі зор болып шығатын салаттың бірі. Тез әрі оңай жасалынады. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналымызда дамытайық. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.
Сәлем, осындай керемет тортты бірге жасайық. Өте оңай әрі жылдам жасалынатын торттың бірі. Бұндай бисквит 3-ақ заттан тұрады. Бізге керек зат ол 10 жұмыртқа, қант. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. 225 грамм қант, 225 ұн, 7 жұмыртқа керек. Енді таза құрғақ ыдысымызға барлық жұмыртқаны сындырып салып, үстінен қантты салып, әппақ қып көпіртіп, 15 минуттың аралығында миксерлейміз. Ұнымызды 3-4 рет електен өткізіп, лопаточканың көмегімен астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Байқап араластыру қажет, өйткені осындай масса басылып қалмас үшін. Осы уақытта барып пешімізді қосып қояйық. 180 градусқа қызып тұра берсін. Содан кейін формамызды дайындайық. Менде бұл жерде 24 диаметр астына пергамент төседім. Сізде фольга болса, фольгамен орасаңыз болады. Үстінен жаймен қамырды қосайық. Арасында араластырып тұруға болады, ұнымыз араласпай қалса. Үстін жаймен тегістеп, енді пешімізге қоямыз. 180 градуста 40-50 минут пісу керек. Пешті оға дейін ашуға мүлдем болмайды. Кремімізді даярлайық. Сгущенка сапасын алған жөн, закраме майын міндетті түрде қолданыңыз. Сосын бізге ванилин керек болады. Енді майды сгущенкаға қосып, үстінен ванилинді қосып, миксерлейміз. 100-150 грамм сгущенка, 300 грамм сары май бөлме температурасында болу қажет. 1 шай қасық ванилин. 5-10 минуттай миксерлейміз. Бисквитіміз дайын, 40-50 минуттай пісті. Шанышқымен тексеріп аламыз. Құрғақ болу керек. Креміміз осындай тамаша, өте дәмді, эластичный, воздушный болып шықты. Енді біздің бисквитімізге пропитка қажет. Сгущенка мен ыстық суды араластырып, дайын болды. Немесе сироп жасауға болады. Қант пен судың пропорциясы бірдей болу керек. Соны қайнатып, суытып, пропитка дайын болады. Біздің бисквитіміз суыды, енді бұны формадан шығарайық. Біздің қамырымыз қоюлау болды, сыртына ақпады. Дүкеннен сатып алмай, осылай үйде өзіңіз жасасаңыз керемет болады. Тез әрі оңай жасалынады. Мына осындай керемет бисквит дайын. Комментария бөліміне сіз тортты жақсы көресіз бе, үйде жасайсыздар ма, соны жазып кетсеңіз болады. Тамашалап оқитын боламыз. Бисквитті 2 коржға бөлдім. Кесілген жерінен жіптің көмегімен осылайынан орап, кесіп аламыз. Сонда түп-түзу болып кесіледі. Сізге қалай ыңғайлы болады? Пышақтың көмегімен де болады. Ұзынша пышақ болса. Енді пропитканы молырақ қып жағып шығайық. Содан кейін кремімізді алып жағамыз. Екінші бөлігіне пропиткамызды құямыз. Содан кейін үстіне қойып жабайық. Қазір үстінен кремімізді жағып шығамыз. Үстінен, жанынан кремді молырақ қып жағайық. Ал енді тортымызды безендірейік. Мен кокосовый стружкамен безендірдім.
Безендіруді өз еркіңізде. Шоколадпен ұсақтап безендіруге болады. Немесе бисквитті ұсақтап какао қосып, сонымен де безендіруге болады. Біздің тортты пропиткаға қойып қоямыз тоңазытқышқа. Негізі бір тәулік тұрса керемет болады. Кремі сынып, әбден жұмсарып, прям дәмі зор болады ғой. Міндетті түрде жасаңыз. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Әрі өз отбасыңызды, туған туысқандарды, қонақтарды таң қалдырыңыз. Бұл жерде мен сразу турадым. Өте жұмсақ, көріп тұрғаныңыздай керемет тортымыз дайын болды. Біздің арнамызға тіркеліп қойыңыз, жаңа дәмді тағамдарды өткізіп алмас үшін. Сіздермен бірге болған Алия. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Осы салатты жасап, қонақтарыңызды таң қалдырыңыз. Қалай жасалуын сізден сұрайтыны сөзсіз. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осында ерекше салатты жасайық. Ең оңай, дәмі зор болып шығады. Ең біріншіден каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Сырымызды төртпіштеп тураймыз. Содан кейін копченая грудканы төртпіштеп тураймыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазамын. Жүзімді алып, ортасынан бөліп, дәнектерін алып тастаймыз. Консервированы ананасты төртпіштеп турайық. Енді осының барлығын бір ыдысымызға салып, біріктіріп аламыз. Барлығы бір пропорциямен болса өте керемет болады. Сарымсақтың бір тісін алып, майда өткіштен өткіздім. Чеснокодавкадан өткізсеңіз болады. 2 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырып алайық. Йогуртпен алмастыруға болады. Енді салатымыз дайын болды. Өте керемет дәмі бар салатты сіздерде жасап көріңіздер. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналымызда дамытайық. Осындай салаттың үйлесімділігі өте керемет болады. Міндетті түрде жасап, осы салаттың дәмін көріңіздер. Сізге қатты ұнайтынына сенемін. Каналымда өте көп рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай ең оңай печеньенің бір түрін жасайық. Құрамына кіретін заттар видеода көрсетілген. Описание бөлімінде жазып кетем. Ең біріншіден жұмыртқамызды миксерлейміз. Оған қантты қосып, ерігенше миксерлейтін боламыз. Жылы сүтті қосамыз. Бір шай қасық разрыхлительді қосамыз. Онды електен өткіземіз. 2-ге бөліп. Бір ас қасық сливочный масланы қосып,
араластырып жақсылап қолымызбен жинастырамыз қамырды. Егер де қамырыңыз сұйықтау болса, оған ұнды қосыңыз. 60 грамдай қостым. Қамырымыз дайын болды. 30 минутқа қойып қоямыз. 2 апельсинімізді сумен жақсылап жуып аламыз. Содан кейін қайнаған суды үстінен құямыз. Енді видеодағыдай бөліктерге бөлеміз апельсинді. Қамырды оқтаумен жаямыз. Ыдысты апельсиннің көлемімен өлшеп аламыз. Қамырды 3 мм-дей жаяйық. Дайын бөліктерін пергамент төселген листке жайып шығамыз. Содан кейін апельсинімізді қантқа матырып, солай әрқайсын үстінен қойып шығамыз. Сәл қолымен басып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутқа қоямыз. Апельсинді печеньеміз дайын болып шығады. Осындай әдемі. Сосын оны әсемдету үшін шоколадты еріттім. Үстінен сұйық майды қосып, біркелкі ғып араластырып, қазір печеньемізді соған матырып, әсемдетеміз. Үстінен мен кокосовый стружканың присыпкаларын сеуіп шықтым. Әсемдету өз қалауыңыз бойынша. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық. Осындай керемет апельсиновый печеньеларымыз дайын болды. Ал енді ортасынан бөліп көрсетейін. Қытырлақ, әрі жұмсақ, дәмі енді ерекше болып шығады. Жасап көріңіздер. Бисмилля. Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай қытырлақ тұшпараны бірге жасайық. Ең оңай. Бізге керек заттар: 500 грамм, 250 грамм ыстық қайнаған су керек. Міндетті түрде 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май. Ұнымызға қайнаған ыстық суды құйып, содан кейін тұз салып, сұйық майды құйып, қасықпен араластыратын боламыз. Абайлаңыз, күйіп қалмаңыз. Сәл қамыр суығаннан кейін қолымызбен елейміз.
Қамырды пакетикке салып 30 минуттай демалдырамыз. Арасында 1-2 мәрте қайтара елейміз. Қамырымыз дайын болды. Бір қайтара елеп, қамырымыз керемет эластичный болып шығады. Оны 2-ге бөліп, домалатқызып, оқтаумен жаямыз. Жұқалатып, әдемілеп жайып шығамыз. Тым қатты жұқа қылып жаймаймыз. Орташа көлемінде. Сәл мантыдан кішірек жасаймыз. Осындай 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Бұл қамырдың кереметтілігі соншалықты. Одан чебуреки, манты пісірсеңіз не жабыспайды, ұнды көп керек етпейді. Прям керемет эластичный қамыр. Біздің тұшпараның көлемі пельмениден сәл үлкенірек болып шығу керек. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментария жазып отырыңыздар. Бұл каналымның дамуына үлкен әсерін тигізеді. Және де қазақ каналының дамуына үлкен үлес қосады. Маған шабыт береді. Көбірек сіздерге арнап видео түсіруге. Салмасына пюрені саламыз. Картопияны пісіріп, тұз, бұрыш, қуырылған пиязды қосып, пюреміз дайын болды. Соны начинка ретінде қолданамыз. Видеода көріп тұрғандай 2 шетін қосып, осылайынан қаттырақ қысып алып, содан кейін 2 жағынан біріктіреміз. Бір рет қосып, сосын 2-ші рет қайтарып қосып, жақсылап қыстырып аламыз. Начинкамыз шығып кетпес үшін. Дайын болды. Қазір 2-ші рет көрсетемін. Жақсылап қыстырамыз. Бір рет қысамыз, сосын 2-ші рет. Мінекей дайын болды. Сөйтіп барлығын жинайтын боламыз.
ыдысымызға сұйық майды құйып, жақсылап қыздыртып алайық. Содан кейін тұшпараның біреуін салып көреміз. Майдың қызғанын, температурасын байқаймыз. Қатты ыстық болмау керек, әйтпесе күйіп кетеді. Біраз майымызды қыздыртып, содан кейін тұшпараларды салып қуыратын боламыз. Орташа отта. Майымыз қатты қызбау керек, сосын жай отта тұрмау керек, әйтпесе майды сіміріп алады. Араластырып тұрғаны дұрыс. Әп-әдемі ғып, екі жағынан да қуырылып шығады. Өте әп-әдемі қытырлақ тұшпараларымыз шығады. 1,5 килограммдай, 70 штуктай шығады бір елегеннен. Тұшпараларды алып шыққаннан кейін сәл майды қыздыртамыз. Содан кейін тұшпараларды қайтадан салып қуыратын боламыз. Біздің суперский тұшпараларымыз дайын болды. Өте қытырлақ болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасаңыз. Жан ұянызды қуантыңыз. Қамыры ерекше болып келеді. Чебуреки, манты жасаңыз. Дәмді өте нәзік болып келеді. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыз. Менде өте көп пайдалы видеолар. Қазақ каналын бірге дамытайық. Сіздермен болған Алия. Осы рецептпен жасайтын болсаңыз, комментарияға жазыңыз. Қалай боп шықты? Ұнады ма сізге? Маған өте қызық болып тұр. Дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай 2 түрлі дәмді рулет жасаймыз. Сәбізді өткіштен өткізіп аламыз. Ыстық табаққа сұйық майды құйып, сары майымызды қосып, сәбізімізді қуырамыз. Орташа отта қуырып, қапағын жауып, арасында араластырып отырған жөн, асты күйіп кетпес үшін. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
Енді жұмыртқаның сары уызын ақ уызынан ажыратамыз. Сәбізіміз суығаннан кейін сарысын салып, тұзын сеуіп, бұрышын қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Ақ уызын миксерлейміз. Аппақ көбік болғанша. Уызымыз осындай аппақ көбік болып, оны сәбізге этаппен қосыңыздар, жақсылап араластырыңыз. Ақ уызымызды көп араластыру қажет емес, басылып қалмасын. Пергамент қағазды төсеп, осылай тегістеп жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 20-15 минутқа саламыз. Рулетіміздің салмасын жасайық. Сарымсаққа майонезді қосып, ерітілген сырымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ас көкті қосып, жақсылап араластырамыз. Рулетіміз пісіп, суып, оны пищевой пленкаға төсеп, үстін салмамызды жақсылап жағып шығамыз біркелкі қылып. Енді рулетімізді ораймыз. Рулетіміз кішкене жарылуы мүмкін, ол ештеме етпейді. Шофын төмен қаратқызып, орап, тоңазытқышқа 3 сағатқа қойып қоямыз. Екінші рулетімізді дайырлайық. Қызылшаны өткіштен өткізіп, жұмыртқаны сарысы мен ақ уызынан ажыратып аламыз. Ал енді тұз, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Крахмалымызды қосамыз. Ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, оған қант шекерді қосамыз. Ақ уызын жақсылап миксерлетіп, ақ көбік болғанша көпіртеміз. Қызылшаға қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Бұл жерде ескеретін жай, ақ уызын көп араластыру қажеті жоқ. Әйтпесе басылып қалады. Пергамент төселген листке қызылшамызды құйып, біркелкі қылып тегістеп шығамыз.
Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Рулетіміз дайын. Суып, оны пищевой пленкаға төсеп, салмамызды біркелкі ғып жағып шығамыз. Салмамыз тура бірінші рулеттегідей сарымсақ, майонез, ақкөк. Үстінен селедканы қосып, тегістеп ораймыз. Рулетті орап біткеннен кейін шофын төмен қаратқызып, тоңазытқышқа 3 сағатқа қойып қоямыз. Рулеттеріміз дайын. Енді оларды әсемдеп, турап қояйық. Рулеттерімізді өз қалауыңыз бойынша әсемдеп, әдемілеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Рулеттеріміз өте тойымды, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сізге ұнайды деген қатты сенімдемін. Жанұяларыңызға осындай керемет рулетті жасап, таңғалдырыңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазыңыздар. Қазақ каналын бірге дамытайық.
Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте жұмсақ тоқаштарды бірге жасайық. Ең алдымен жылы суымызды құямыз. Одан кейін жылы сүтімізді қосып, қант, ашытқы қосамыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Венчикпен жақсылап араластырып, оны 5-10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Апарамыз дайын. Венчикпен сәл араластырып, оған сұйық майымызды қосамыз. Содан кейін жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұзымызды қосып, онды қосып, електен өткіземіз. Електен қосылған ұн тоқаштарымыздың үлпілдек болып шығуына қатты әсер етеді. Нанымызды иелейміз. Жұмсақ, қатты болмау керек. Оны 1 сағатқа қойып қоямыз. Уақытыңыз жоқ болса, 15-20 минут тұрса да жеткілікті. Сосын нанды алып 8 бөлікке бөлеміз. Нанымыздың 8 бөлігін осындай домалақ қылып, үстін пакетикпен орамалмен жауып, бір-бірден алып жаямыз. Жайып болғаннан соң сұйық майымызбен жағып 2 бөлікке бөлеміз. Жасалу жолы оңай. Дәл видеодағыдай жасап, тоқаштарымызды жинаймыз.
Жасап болғаннан соң пакетикпен жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Ал енді сары уызын алып 2 қасық сүтті қосып жақсылап араластырамыз. 20 минуттан кейін сары уызбен тоқаштарымызды жақсылап жағып шығамыз. Қараңыз, қандай әдемі тоқаштар шықты. Өте ерекше, дәмді, әрі жұмсақ болып шығатын тоқаштарды міндетті түрде жасаңыз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін ерекше дәмді торт жасаймыз. Жұмыртқаны миксермен 10 минуттай араластырып, массасы ұлғайған кезде какао мен ұнды араластырып қосамыз. Жақсылап бір келкі ғып араластырамыз, астынан үстіге. Ыстық сүтке сұйық май қосып, массадан бір қасық ас қосып араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін массамызға құйып, венчикпен бір қалыпты араластырамыз. Көп араластырмаймыз. Формамызға құямыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Шанышқымен тексеріп алыңыз. Әбден суығаннан кейін формамыздан шығарамыз. Осындай керемет шоколадный бисквит шығады. Жасап көріңіз, сізге ұнайды деген сенімдемін. Менің формамның диаметрі 220. 200-180 қылсаңыз, бисквит биіктеу болып шығады. Өте керемет дәмді бисквит шығады. Оны 3 коржға кестім. Енді ең оңай крем жасаймыз. Сливочный масломызды кішкене ерітіп, оған вареный сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырғаннан кейін өте дәмді крем шығады. Жылы сүтке қантымызды қосып, қазір пропитка жасаймыз тортымызға. Пропитка жасағаннан кейін кремді жағамыз. Тортты кемінде 5 сағатқа қойып қойса, өте дәмді болады. Осылай үшеуін пропитка, крем жасап, тортымызды жинаймыз. Қалған корждан осылай әсемдеттім. Өте оңай, тез. Келесі күні таңертеңінде осындай тортымыз өте әдемі болып шығады. Дәмі ерекше. Жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып. Сәлем достар, қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет, өте дәмді салатты дайындаймыз.
Цезарь сырымызды өткіштен өткізіп, барлық салатқа кіретін құрамындағы заттарды описание бөлімінде жаздым. Салат жапырақтарын мен ұзынша ғып кестім. Содан кейін етімізді алып тураймыз. Сіз өз ұнаған етіңізді қоссаңыз болады. Мен өзім жылқының етін қостым. Осылай ұзынша ғылып турасаңыз болады. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Содан кейін майонезді алып, тұз, қара бұрыш, сарымсақты қосып жақсылап араластырып, бір келкі қоспа қылып қосамыз. Сәндік үшін мен салат жапырақтарын ыдысымызға төсеп, үстіне салдым. Әдемілеп түріп әсемдейміз. Бұндай салатты қонақтарыңызға, достарыңызға, ең бастысы жанұяңызға жасап берсеңіз, оларға қатты ұнайды деген сенімдемін. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts Бұндай салатты өзіңіз қалауыңыз бойынша әсемдеуге де болады. Үй жағдайында жасаған керешкемен әсемдеттім. Брынза сырымызды төртбұрыштеп турап, оны да әсемдік үшін қостым. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Мен өзім маслинді қостым. Ал сіз қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да өз еркіңізде. Бұл салаттың атын хан деп қоюға жөн көрдім. Сізге ұнаса каналыма тіркеліп,
лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақ каналын бірге дамытайық. Ассалам алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай нәзік салатты бірге жасайық. Тауықтың сан етін суға пісіріп алайық. Жұмыртқа мен картопияны пісіреміз. Енді бияздан маринад жасайық. Биязды турап, қант, тұз, уксус құйып, ыстық қайнаған суды құямыз. Жақсылап араластырып 15 минутқа қоямыз. Ал енді салатымызды жинастырамыз. Өткіштен картопияны өткізіп, тұз, майонезді жағып шығайық. Маринадталған биязды жақсылап сығып судан осылай салаттың үстіне қойып шығамыз. Майонез. Енді тауықтың етін ұсақтап турап, осылай үстінен салып шығамыз. Тұз себеміз, майонез. Ал енді жұмыртқаны саламыз. Үстінен тұзды сеуіп, майонезді жағамыз. Ірімшікті өткіштен өткізіп, сеуіп шығамыз. Салат дайын. Ерекше дәм беретін ол маринадталған биязымыз. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыз. Ал сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болайық. Ассалам алейкум. Бүгін осындай керемет апельсин мен лимон қосылған шырын бірге жасайық. Адам ағзасына өте пайдалы сусын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бізге керек заттар: қант, лимон, апельсин. Лимон мен апельсинді жақсылап жуып, қайнаған сумен бірлет шайып аламын. Содан кейін мұздатқышқа түнде салып қойып, оны қатыртып аламын. Келесі күні қолданатын боламыз. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазам. Енді видеодағыдай бөліктерге бөлеміз. Лимон мен апельсин дәруменге бай, өте пайдалы, адам ағзасының иммунитетін күшейтетін өте керемет сусынды сіз де жасаңыз. Балапандарыңыз сүйсініп ішетін номер 1 шырын болады. Дүкенде сатылатын тетрапакеттегі соктармен салыстыруға мүлдем келмейтін бұл шырынның дәмі ерекше. Ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан кейін кастрюльге салатын боламыз. Қантымызды қосамыз. 2 литрдей шамасында су құямыз. Қайнаған суық су жарайды. Жақсылап араластырып, орташа отта қант ерігенше, қайнатуға сәл қалғанша қыздыртамыз. Ал енді оны електен өткіземіз. Содан кейін 3 литр суымызды қосамыз. Шырынды суытып, керемет сусын дайын болды. Бұндай шырынды сіз де жасап көруіңізге кеңес беремін. Адам ағзасына пайдасы зор шырын. Қазақ каналының дамуына үлес қосайық. Қайырлы күн, қош келдіңіз каналыма. Үйге қонақ келсе, сіз оларды таң қалдырыңыз. Осындай мини тортты тез жасалынатын жасап көріңіз. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Дүкеннің жұмыртқасын жарып саламын.
Сізде тауықтікі болса қоссаңыз да болады. Содан кейін қантты қосып, миксермен жақсылап билетіп аламыз. Осындай әппақ көпірік шыққанша. Сонау Южный Америкадан алып келген какаоны қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Онды еліктен өткізіп, тағы да миксермен билетеміз. Сұйық майды қосып, ас содасын уксуспен ұрыстырып, оны жақсылап араластырып, болды, дайын болды. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жаздым. Пергамент төселген листке құйып, әдемілеп жайып тұрған пешімізге салып, 180 градуста 20 минут пісірейік. Шанышқымен тексеріп аламыз. Үстінен жағатын кремімізді жасайық. Жұмсақ сливочное масло, какао, вареная сгущенканы қосып, жақсылап араластырып, суперский крем жасап шығайық. Қараныш қандай қою, өте дәмді болып шығады. Бізге сәндік үшін шоколад керек. Оны жақсылап бөліктерге бөлеміз да, сұйық майды құйып, ертіп аламыз. Мына осындай красавчик бисквит шықты. Оны ұзын шағып турап. Енді осындай мини тортымыз дайын болды. Үстінен дәмді кремді жағып, тегістеп, шоколадпен әрлейтін боламыз. Мини тортикті бірден қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып келеді. Шоколад пен мандариннің үлесімі керемет. Шеткі бөліктерін алып тастап, әдемі мини торт шығады. Осылай қарасаңыз әдемі, осылай қарасаңыз да әдемі. Дәмі деген енді суперский. Міндетті түрде сізде жасап, қонақтарыңызды таңғалдырыңыз. Бұндай мини тортикті ешкім әлі жасамаған. Дәмі енді шок болады. Сізге видеоны лайк басып, комментария жазып, тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайынан әдемілеп турап, бөліктерге бөліп, сізге осылай әдемілеп көрсетейін. Өте жұмсақ болып келеді. Дәмін сөзбен жеткізіп айту қиынырақ. Қазақ каналының дамуына үлес қосайық.